Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Емтиханға 11 сыныпқа емтиханға дайындық есебін ары қарай жалғастыратын боламыз. Бізде екінші Б бөлімі. Мынау түзеп не дейді? Синус х-ке қосылған 2 косинус х соның квадратта дейді. Соны мына түрге келтіруге бола ма? Яғни осы түрге келтіруіміз керек та. Бізде мынау А, мынау Б болып тұр ғой. Иә, екінің қосындысы. Сонда синус квадрат х қосылған 2 еселенген синус х көбейтілген 2 косинус х қосылған так 4 косинус квадрат х болады. 4 косинус квадрат х. Мынау екілері бізде 4 болайын деп тұр. Так болмаса былай алсақ болады. 2 көбейтілген 2 синус х көбейтілген косинус х. Так. Мынаны былайынан жіктесек болады. R минус былай алайықшы. Косинус дегеніміз 1 минус синус квадрат х, иә. Так, болмаса бізде мына косинус квадрат х-ті дәрежені төмендету формасына салсақ, осылай болады. Иә? Так, сонда тең синус квадрат х, х-і тұра берсін. Бізде мынау синус 2х-ті беруші еді ғой. Синус 2х-ті береді. Қайырлы кеш, саламатсыздар құрметті әріптестер. Жаңадан қосылған әріптестерге қайырлы кеш дейміз. Так, саламыз бастап кеттік біз. Мына жерде 4 пен 2-ні қысқартып жіберейік. Так, сонда 1 минус косинус 2х. Синус квадрат х плюс 2 синус 2х плюс 2 минус 2 косинус 2х. Арға не істеуге болады? Так, бізде мынау шығып тұр. Иә, тұр. Мынау синус квадрат х-ті де дәрежені төмендету формуласына салып жүрсек қалай болар екен? Дәрежені төмендету формуласына. Так, бізде мына жерде мынау плюс болу керек меніңше, иә? Ұмытпасам. 1 минус косинус 2х бөлінді 2. Иә, осындай ме да? Синус квадраттың дәрежені төмендетуге салған кезде. Қайырлы кеш әріптестер. Идеяларыңыз болса айта отырыңыздар, иә? Енді интернет дұрыс ұстамай тұрған сияқты ғой. Так. 2 косинус 2х дейді. Жазатын болсақ 2-ден 1 минус 2-ден 1 косинус 2х. Үшінен бірдеңе шығатын сияқты меніңше.
екі синус екі икс. Ана екі бар екен işte. Екісін бүйтіп жазып қояйық. Екі плюс екі косинус екі икс. Так, екіден бір екеу қосылады. Екі бүтін екіден бір ол дегеніміз мына жерге жаза берейін, иә? Екіден бес болады ғой. Плюс екі синус екі икс. Мына екіден бір косинус екі иксіміз екі косинус екі икстен азайып кетейін деп тұр ғой. Бір бүтін екіден бір, ол бір бүтін екіден бір дегеніміз бізде қанша болады? Бір жарым, яғни екіден үш. Екіден үш косинус екі икс. Так, мына жерде минус болып тұр ма? Иә, алды минус қой. Аха, онда бізде мына жерде минус, мына жерде плюс болады, иә? Мен осы жерде шатасым айтып қалмаймын. Так, мына жерде плюс. Мына есеп түсінікті ма сіздерге? Яғни дәрежені төмендетуге салдық. Сол қолданбасақ болмайтын сияқты ғой, иә? Бізде екі плюсіміз бар. Есеп бойынша кері байланыс бере кетсеңіздер, сонымен келесі есепке ауысайық. Түсініксіз жерлер болса қоя беріңіздер. Көрініп тұр ма? Жалпы жазғаным сіздерге түсінікті болды ма? Басып жазып кеткен кезде кейбір цифрларымыз дұрыс түсініксіз болып қалады бір жағдайда. Келесі есепке ауыса берсем. Жалпы есептер түсінікті болса, келесі есепке ауыса берейік. Ұлжан жақсы дейді Ұлжан апай. Сіздер жақсы бет ағай отыр екен. Ағай қалайсыздар, кеш жарық. Так, не дейді? Ауданы 144 метр болатын тікбұрышты жер телімі қоршалған. Периметрдің ең кіші мәнін ескерсек, телімнің ауданы қалай болады дейді. Иә, так, былай қояйын былайша айтқанда. Мынандай бір тікбұрыш пішіндес. Ауданы бізде А көбейтілген Б етін. Енді периметрін жазатын болсақ, екі еселенген А қосылған Б. Туындыға салушы едік қой, иә? Так, сонда ауданы 134 дейді. Периметрдің ең кіші мәні. Яғни ең кіші. Периметр ең кіші мәні болғанда жер телімінің ауданы қанша болады дейді. Так, не істейміз? Кімде қандай идея бар? Құрметті әріптестер, мына есепке кімде қандай идея бар? Ана ауданнан А тең болады, В бөлінген, А144 бөлінген В деп алып, ана периметрге қоямыз ғой. Аха, есті Б-ға бөлеміз. Иә, дұрыс па ғой? Иә. Функцияға келтіреміз ғой, соны X қылып. Аха, онда яғни А дегеніміз бізде 144-тің Б-ға қатынасы. Осыны алып не істейміз? Мына жерге қоймаймыз ба? Периметрге қоямыз. Иә. Жақсы. Сонда функция шығады, Y тең болады. P тең болады бәрібір. Так, көбейтсек 288 Б-ға қатынасы плюс 2 Б болады, иә? Енді осыдан аудан таппаймыз ба? Так, аудан деппін ғой. Туында, иә? Шатаспасам.
ортақ бөлімге келтіре берсек, сосын туынды тапсақ болды ғой. Мгм. Мынаған қоя береміз. Екі б квадрат бөлінді б. Болмаса тұрған жерінен де туынды таба салуға болады, иә? Мгм. Периметрден туынды алатын болсақ, болмаса мына жерден ақ туынды таба салуға болады ғой, негізі. Иә, болады ғой енді. Аха, так, сонда туынды алсақ не болады бізде? А, туынды алған жағдайда, так, мына 208 алдына шықса, болады 288. Айта беріңіздер. Мына жерде 4v квадрат, да? Қосылған 288v. 288 қосылған 2v квадрат. Мындан тауып отырсыз. Осыдан да таба берсек болады ғой. Болады ғой. Так, сонда не болады өзі? Бір жерде қателесіп кеткен жоқпын ба? Так, А-ның орнына 144-тің бұға қатынасын қойдық. Так, 144 278 қатынасы плюс 2 ба. Оған бұны бердік. Мынадан да туындыны табуға болады екен. Әріптестер, кешірім сұраймын. Менде интернет дұрыс ұстамай қалып жатыр. Дауысым естіліп тұр ма? Экран көрініп тұр ма? Жасайдық. Менде айырылып кетіп жатыр. Ja, менде де сол интернет дұрыс ұстамай қалып, өшіп қалып жатыр. Былай жақсы көрініп тұрса, айырылып кетеді қайта. Аны тапқан жағдайда бізде X-ті баға бөлгенбіз, яғни 144-ті баға бөлдік. Периметрде А қосылған Б етін шатаспасам, А-ның орнына бізде мынаны қойдық. екі жүз сексен сегіздің баға қатынасы 2 ба. Туынды табу кезінде бұны перес сақтап, біз жаңа осыдан алдық қой. 2 квадрат бөлімде ба. Осыдан туынды алсақ, 2 квадрат бөлімде ба. Оның квадраты, так, бізде мына У болып тұр ғой. Так, У штрих көбейтілген ва азайтылған У көбейтілген В штрих етіне форма бойынша. Сонда қалай болды? Так, мынау нөлге айналып кетті, мынау туындысы бізде 4 болады. Минус, так, мынау 1 болғанда 288 минус 2 квадрат. Туындыны дұрыс таптым ба? 4v квадрат болады ғой, 4v квадрат. 4 квадрат болады. 4 квадрат дейсіз ба? Иә. Бірінші удан туындалған кезде 4v болады да, содағы v мен көбейтіліп v квадрат болады. Бізде мынау бар екен. 4v квадрат.
бізде мына b бар екен, мен мына b-ны көрмеппін. 4b квадрат минус 288 плюс 2b квадрат. Иә, дұрыс қой. Сонда 2b квадрат минус Шықты ғой сонда. 288 бөлімінде b болды. Енді не істейміз ары қарай? Так, таптық. Нөлге Периметрдің, теңестіреміз ғой. иә, нөлге теңестіреміз. Нөлге жалғастырайық. Сонда Нөлге теңестіргенде бізде бөлшектің бөлімі b нөлге тең болмау керек, яғни нөлге тең емес b-ның мәндерін қабылдаймыз, иә. Сонда 2b квадрат b минус квадрат тең 144, сонда плюс минус 12 ғой. аха, сонда 144 бұдан плюс минус 12 болады. Біз яғни теріс мәнді қабылдамаймыз ғой. 12 плюс мәнді Иә, қабылдаймыз, 12 иә. болады. Аха, плюс мәнді қабылдаймыз. Сонда бізде ол меніңше квадрат болып тұрған сияқты, жер телімі. Квадрат болады ғой әдетте. Аха, квадрат. Яғни мына қабырғалар 12-де, ауданы 144 болады. Негізі көп жағдайда осы есепке ауызша тауып жатады да, бірақ шығару жолына келген кезде біраз оқушылар қиналып қалып жатады. Есеп түсінікті болса, келесі ісікке ауыса берейік. Так, жауабы 48 бола ма сонда? Әлде 12-де 12 болу керек қой. 12-де 12 Шағады. болады. 144 ауданы. Ауданы Телімнің қандай болады? қандай болады депті. Периметрдің ең кіші мәнін ескергенде, 144 болады онда. Иә, 144. Жауап 144 болады. Иә, жауап Телімнің 144. ауданы сұрап тұр екен. Өйткені бізде айтады ғой, периметрдің ең кіші мәнін ескеретін болсақ дейді. Бізде периметрдің ең кіші мәні, яғни 12 қабырғалар 12-ден болайын деп тұр ғой. Қабырғалар 12-ден. 48 болады ғой. Аха. Так, қойдыңыз. Периметрі, иә, периметрі 48 болады. Периметрі 48. Яғни қабырғалар 12 болғанда. Бұл ауданы 144 болып тұр ғой. Келесі ауыссақ. Есептік болса, келесі ауыса берейік. Кері байланыстарыңыз беріп қойсаңыздар, құрметті әріптестер, ағайлар, әпкелер, ағайлар. Келесі есепке ауыса берейік. X кездейсоқ шама кестеде тарату заңы көрсетілген. Яғни бізде mx 2,8 мат күтімі емес пе? Математикалық күтімі. А-ның бұның мәндерін тап дейді. Мына екен көбейтіп қосып жүрдік қой. Иә, ұмытпасам. Бізде мат күтімдерін сондай емес пе? 8-ге 0,1 көбейтем, қосамын 3-ге А-ны көбейтем, қосамын 2-ге Б-ны көбейтем, қосамын 6-ға 0,1 көбейтем, қосамын 3-ті 0,3-ге көбейтем. Онда мәні 2,8 болу керек дейді. 0,8 3А 2Б 0,6 плюс 0,9 тең 2,8. 3А плюс 2Б неге 1,4 қанша болады? 2,3 оға жаққа азайтып, сонда 0,5 бола ма? Бірінші жағдай, бізде екінші жағдай бар, яғни ықтималдықтар қалай? Иә, астында қосындысын бірге тең болады деп қарастырмаймыз ба? Иә, өте керемет. Q-ны қосындысы бірге тең деп қарастырамыз. Аха. Дұрыс апай, өте орынды. Яғни периметр дедің ғой. Яғни ықтималдық бірден аспау керек, иә? Мен мына екен жүйеге алсақ та болады, негізі. 2Б, 0,5, А қосылған Б, бізде қанша болды? 0,5, жалпы 0,5 болды, иә?
минус 2 көйт жүресі жақта болатын сияқты. Минус 2а, минус 2b тең минус 1 болып тұр ма? Так, қосу тәсілімен шеше салған болып тұр да. Кетеді. А тең минус 0,5 дейді. Минус 0,5 мына жерге қоя салмаймыз ба? b тең 1-ге тең. Онда a-ның мәні минус 0,5, b-ның мәні 1-ге тең. Мына есеп түсінікті ме, әріптестер сіздерге? Жолға қалай бірге тең болып кетті? Так, б мына болмау керек қой, мына жерде қателермен қате кетті. так, мына a-ның орнына 0,5-ті қойдым ғой, минус 0,5, иә? A-ның орнына. Қазір. Мына a-ның орнына 0,5-ті қойдым, иә, минус. Осы 2 Мына бетке шыққан кезде плюс болып 1 болды ма? Көріңіздерші, осы жерде. 2 тең болады 1-ге. Так, орындарын апарып қойып тексеріп көрсек те болады. Мат күтімде. 0,8, мына жерде а. А мына жерде минус 0,5 болса, мына жеріміз сонда минус 1,5 болайын деп тұр ғой. Так, b 1-ге тең болғанда 2 болды. Мынау 0,6, мынау 0,9, мынау 0,8. Вот қосып тұрсақ 2,8 шыға ма? Жүйені шешкенде бір жерде қателесіп кеттерін білген осы. 5, 2-ні қосам, оған 0,6-ны қосам, оған 0,9 қосам. Дұрыс, 2,8 шықты. Құрметті әріптестер. A-ның мәні минус 0,5, b-ның мәні 1 болғанда, мат күтім бізде 2,8 еді ғой. Иә, анау А-ның мәні минус болып кеткендіктен бізде В 1-ге тең болады ғой, сол кезде бәрін қосыңыз бәрі А 1-ге тең болады. 0,5-ке тең болады, дұрыс. Иә, ықтималдықтың біреу минус болғандықтан 1-ге тең болады, бізде пайда болады 1-ге тең. Жақсы, жақсы. Дұрыс. Өзімді ойланып қалдым ғой, мына жерде ықтималдықтар бірден асып кетті ғой деген сияқты. Орындарына қойып тексеріп көрдім, 2,8 шықты мат күтімі. Жақсы, келесі типке ауысайық. Бізге не берілген ес? Так, мынадай берілген функциясы. Не дейді? Функцияның экстрем нүктелерінің координаталарын табыңыз дейді. Ал кетті қалай болса. Так, туындысын табатын болсақ, бірден тауып кете берейік. 6х квадрат минус 6. Бізде х квадратымыз 1-ге тең, х тең плюс минус 1, иә? Енді экстрем нүктелерін х үлесіне белгілейік, мынаны. Так, минус 1 плюс 1. Так, туындының алды бізде плюске тең, сондықтан мына плюс, минус, плюс. Плюстен минуске кеткен аралық бізде максимум етін ұмытпасам. Минустен плюске кеткен аралық бізде ол минимум етін. Так, плюс 1. Y-ті табатын болсақ, минус 1-ді барып қоямыз. Бізде сонда мына жеріміз минус 2 болады. Мына жер плюс 6 болады. Так, 5, 11, 9 болып тұрады. 9 боламын. Так, 1-ді қойсақ 2, 5, 7. 7-тен 6-ны алсақ 1 болады. 1 болады. Так, сонда минус 1-де 9, 1 өйде қаласақ, деді. Дұрыстаттым ба? Яғни, экстремум нүктелердің координаталарын
осылай анықтадық. Әріптестер, ағайлар, апайлар, қосып-аларларыңыз бар болса. дұрыс бәрі енді өсу алуға табу керек. Аха. Оқушыларға мен өзім былай үйретемін. Мысалы, мына интервалға салған кезде, мына плюс-минус таңбаны анықтау кезінде, көп оқушылар жаңағы 8 сыныпта өткен интервал әдісінде 0 беріп болмаса жаңағы плюс мына жерде үлкен сан беріп жатады ғой, берілген. Енді жалпы туындының айнымалы үлкен таңбасының алдындағы мына жерде таңба плюс болса, мен мына жерге бірден плюс қоя саламын да. Егер минус болса, минус қоя саламыз. Яғни осылай анықтай салдым мына таңбаны. Так, өзекке кері байланыс бере кетсеңіздер, келесі есепке ауыса берейік. 20 есеп. Өсу аралығын жаздық па? Минус x минус 1-ге дейін бірден. Жаңа алдыңғы есепті айтып отырсыз ба? Бысы. Бізде бысы бар екен айтпақшы. Иә. Өсу аралығы ғой тек онда. Так, өсу аралығын тап дейді. Яғни ол бізде, мен ол дон нұсқасын есептің несін қарамаппын ол шартында. Яғни минус x-тен минус 1-ге дейін, иә? Бірден плюс x. Түсінікті болған шығар. Келесі болса дейік. 20 есеп логарифмдік теңсіздік кетті. Яғни бізде 0-ден үлкенетін анықталуымыз. Бауыстарына мезетте ғана салайық. Так, 2 бізде. 2-ні дұрыстап жазып қой, мен асыққан кезде түсініксіз болып кетеді негізі. Так, мынадан үлкен болады, иә? Жүйе қала салғанда дұрыс болар ма еді? Енді. Иә, жүйемен кішкене Иә, жүйемен дұрысырақ болатын еді. Былай жазайын онда. Кейде оқушылар жаңа жүйемен түсінбей қалып жатады ғой, қалай болды деп. Сол кезде соны бөліп есептеп соңында жауаптарын келістіре салатынбыз да. Соны әдейі үйреніп қаламыз. Так, мына жерде 4 минус 2x үлкен 2-ден 1-ден минус 3 дәрежесі. Дұрыс па? Бізде мына жерде x-іміз 2-ден кіші болған. Кіші болады ғой, кіші. Негізі бірден кіші ғой. Теңсіздігі бірден кіші болғанда қарама қарсы теңсіздікке ауыспау ма? Дұрыс. Логарифмнің негізі бірден болған. Иә. Жаңа асықтан жатамыз. Айыпқа бере көрмеңіздер. Так, минус 2x кіші, мына жерде 8 болады, иә? 2-ден кіші, минус 4x не болды? 2x үлкен минус 4-тен 2 ғой. X 2-ден кіші, мына жерде x-іміз үлкен минус 2-ден. Дұрыс анықтадым ба? Так, 2-ден кіші, минус 2-ден үлкен дейді. Сонда, минус 2 мен 2. Келесі ауыса берсем. Так, 20 есеп бізден негізі оңай есеп, иә? Иә, келесі есепке. Функциясы берілген дейді. Не дейді? Анықтау ауысын тап дейді. Так, бізде, яғни түбіріміз әрдайым нөлден немесе тең етіне. Сонда ерінбей жаза салайын. Былай болып тұр ол бізде.
енді екі жағын квадратта жегенде нөлден үлкен болады. Онда тригонометриялық теңсіздікті шешейін деп тұр екенбіз ғой. Так, бірді өткізіп жіберемін, плюс болады. Түбір асты екіге бөліп тастайық. Сонда екіден түбір асты екіден үлкен, иә. Бірлік шеңберге саған кезде қаралық дейді. Синусымыз үлкен дейді. Былай қарап та кеткен, x бір, x екінші түбірлеріміз. Сонда қалай болады? Жауаптарын жазатын пи болсақ. бөлінген 4, сосын анау пи бөлінген 4 бола ма? Аха, плюс 2 пиен, x-іміз арасында жатыр, яғни 3 пи бөлінген 4, иә? Екінші мәніміз. Иә, иә, пи бөлінген. Аха. Немесе интервалға бүйтіп саласылайық. Екі жақшада. Оқушыларға осы тригонометриялық теңсіздіктерді шешу кезінде мен осы екі жағдайды көрсетемін, жақшасымен де қос теңсіздік түрінде де. Өйткені кейбір есептерде қос теңсіздік түрінде келеді. Екінші, кейбір варианттарда мынау жақшамен де келеді деген сияқты. Туындысын табыңыз дейді. Бізде бұл А нұсқасы. Бұл нұсқасын жаза салайық, жалпы бізде түбір асты мынау функциямыз күрделі функция болып тұрған сияқты. Не істейміз? Так, туын табатын Бірінші болсақ. сыртқы түбірден табамын. Аха. Формула салады өзі. Күрделі функция. Бірінші түбірден туынды тауып аламыз ба? Осылай емес пе, күрделі функцияның Иә, туындысы. иә. Аха. Иә. Так, Аха. нақты өшіре салайын мен қазір орындарға жазып алайық. Бізде уақыт аз қалды да, үлгерейік. Не көптесін. Сонда кеттік. Так. У деп отқанымыз бізде түбір асты 2 синус x азайтылғандар осыдан туындағанымыз бөлімде 2 түбір астында о етіне, яғни түбір асты 2 синус x минус 1. Жақшаға мәкті осып болады. Синустың туындысы қойшыңыз, иә, босам. Минус бар ма еді? Жоқ, көсем, дұрыс қой. Болды ғой, иә? Екі мен түбір асты екіні қысқартуға да болады, сол күйінде қалдырасыз болды. Мына есеп түсінікті болды ма, әріптестер сіздерге? Қосулар жерлеріңіз болса, болмаса келесі сипқа ауыса берейік. Бізде функция берілген. Так, сырттан шектеген фигура берілген. Арқылы табыңыз дейді. Көлем табу керек. Көлем бізде мына формамен есептелінше ғой. Так, бізде мынау А болса, Б-ның мәні керек. Б-ның мәні қалай табамыз? Бізде мына бірінші функция, мына екінші функция дейтін болсақ. Екі функцияны теңестіріп жазамаймыз ба? Так. Екі үшке қатынасы. Түбірге алатын болсақ қалай болады? Түбір астында 3, түбір астында 2, 3-тен 3-тен түбір асты 6 бола ма? Бұның мәні. Келісесіздер, әріптестер, осылайын тапқанына.
Бұның мәні яғни 3-тен төбір асты 6. иә иә Аха, аның мәні 0-ге тең. Бұнда көлем табу кезінде пи интеграл. Бұның мәні 3-тен төбір астында 6, аның мәні 0. Так, y-ті квадраттаймыз. 2 минус x квадрат. Так, x квадратта ала салайық, ең дұрысы. Сондай осы жол оңай болатын сияқты. Квадратта сақтан 4 минус 6 12 x квадрат минус плюс 9 x-тің 4 дәрежесі x. Так, алғашқы нұсқасында болсақ 4x минус 4x куб. Так, 9x-тің 5 дәрежесі бөлімде 5. Так, 0-ді қоймақта қойсақ болатын сияқты. 3-тен төбір асты 6 қоямыз. Так, минус 3-тен төбір асты 6-ның кубы плюс 9, 5 дәрежені есептеп 5-ке бөліп тастаймыз ба? Так, 5 дәреже бөлімде 5. Енді 0-ді қоятын болсақ, мынау 0, мынау 0, 0 болады екен, 0-ді қоймай қойсақ болады. Так, 3-тен 4 төбір астында 6. Минус мына жерде 3-тің кубы бізде 27 ойындап тұр. 6 3-ті көбейтсек 6 төбір асты 6, 24 төбір асты 6. Так, 5 дәрежеге шығарсақ. 3-тің 5 дәрежесі қанша болса бізде? Так, 81, 243. 243. 6-ның 5 дәрежесі, так, 6, 36 төбір астында 6 ойындап тұр. 9 пен 243 бізде қысқарамыз, қысқармай ма? Так, болды ғой негізі. Есепті ары қарай аяқтайсақ та болады. Уақыт аз қалды, келесі сетті көре берсек, құрметті әріптестер. Иә, иә ары иә қарай шағын есептелінеді ғой, соңы Аха. есептелінеді. Так, теңсіздікті шешу дейді. Енді бұл 3-тің 3 дәрежесі. 3-тің 3 дәрежесі. Мен естерміз. X плюс Y. Так, 3-ге тең. X тауып алсақ. Так, шықты ғой. Осыны атын нәтижеге қоя салмаймыз ба, иә? Так, 27 бөлімде 3-тен Y дәрежесі плюс 3-тен Y дәрежесі тең 28. 3-тен Y дәрежесі A деп алатын болсақ, 27-дің Aға қатынасы A тең 28. Мынаған A берейік. Мұнда A квадрат минус 28 плюс 27. Бетпен алсақ 27 мен 1. Мұнда 3-тің Y дәрежесі 1, 3-тің 0 дәрежесі. 3-тің Y дәрежесі тең 27, ол дегеніміз 3-тің 3 дәрежесі. Егеріміз 3-ге тең. X мәндерін табатын болсақ, X тең. Так, 3 азайтын 0. Тең. 3 азайтын 3. 0-ге тең. Сонда X-ің 3 болғанда Y-ің 0-ге тең. Y-ің 3 болғанда, так. X-іміз 0 болғанда Y-іміз 3-ге тең. Дұрыс қой, әріптестер? 0-де 3-те 0 ма? Жақсы, бізде соңғы есеп. Бізде уақытта аз қалған екен. Материалдық нүкте, так, заңмен қозғалады. Уақыт, так, үдеу
бізге не дейді? Егер бастапқы уақытта жылдамдық 2 метр секунд болса, онда в тереңдігін жазыңыз дейді. Естен туындаламыз ғой. 12 квадрат минус 3. Иә, ол кезде жылдамдық берді. Егер бастапқы уақытта жылдамдығы 2 метр секунд болса, яғни тыңдалып ойымыз ғой. 2 метр секунд болса,